кезектен тыс 47-ші сессиясы шақырылып отыр. Сессияға аудандық мәслихаттың 14 депутатының 9 депутат қатысып, 5 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3/2-сінен кем емес болғандықтан сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсыныс түсті. Егер өзге ұсыныс болмаса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 47-ші сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, сессияны ашу келісілді. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен тыс 47-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 47-ші сессиясына аудан әкімінің орынбасары Алмат Әбдуәзизұлы, мәслихат аппараты, аудандық сайлау комиссиясы, аудандық аманат партиясы төрағасының атқарушы хатшысы, тиісті аудандық бөлім басшылары, кент және ауылдық округтерінің әкімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 25 мәселе қаралады. Оны өздеріңіз келістіңіздер. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Осыған орай күн тәртібін тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетіндігін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Шиелі кентінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 39-да 2 шешіміне өзгерістер енгізу мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі кент әкімінің міндетін атқарушы Рахманбердіұлы Қанатқа беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті мәслихат төрағасы, мәслихат депутаттары, Алмат Әбдуәзизұлы. Аудандық мәслихаттың кезектен сессиясының шешіміне сәйкес кент әкімдігіне 98 миллион 151 мың теңге қаржы қаралуда. Атап айтқанда, мемлекеттік органның күрделі шығыстарына 1 миллион 500 мың теңге, шаруашылық заттарын алуға 5 миллион теңге, электронды браслет сағаттарын күтіп ұстауға 2 миллион теңге, Шиелі кентіндегі Жадыра Таспанбетова көшесі бойында орналасқан әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеуге 39 миллион теңге, Шаймерден Бакиров, Ахмет Яссауи көшелері жер актісімен техникалық паспортын алуға 3 миллион 651 мың теңге. Елді мекендерді көшелер жарықтандыру бағдарламасы бойынша кент көшелерінің түнгі жарық бағаналарының төлемақысына 20 миллион теңге. Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасы бойынша 27 миллион теңге. Ол Шиелі кентінде орналасқан спорт алаңдары ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына 10 миллион, Шиелі кенті көшелерін жай жөндеу және абаттандыру жұмыстарына 17 миллион теңге. Сіздерден осы 98 миллион 151 теңгені нақтылап берулеріңізді сұраймын. Құрметті депутаттар, хабарламашыға сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Ағмай ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы 39-да 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ағмай ауылдық округінің әкімі Ғалымжан Қайырбекұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, құрметті Алмат Әбдуәзизұлы, жыл басындағы бос қалдық 8 миллион 400 мың теңгені қайта бағыттауға, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасы 2 миллион 340 мың теңгені, елді мекендерді көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 6 миллион теңгені, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 60 мың теңгені қайта бағыттауға келісім берулеріңізді сұраймын. Құрметті депутаттар, хабарламашыға сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет.
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Ақтоған ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджет туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмір 39-да 4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ақтоған ауылдық округінің әкімі Ержанбек Сүйіндікұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басында бос қалдық 2 миллион теңгені қайта бағыттауға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі қызметін қамтамасыз ету жөнінде қызмет бағдарламасына 1 миллион 500 теңге және елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 500 мың теңгені қайта бағыттап келісім берулеріңізді сұраймын. Құрметті депутаттар, хабарламашыға сұрақ бар ма? Жоқ болса, шешім жоба сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша Алмалы ауылдық округінің 2025 жылғы 24 желтоқсандағы 39-да 5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Алмалы ауылдық округінің әкімі Нұрдәулет Әбдіманапұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар. Жыл басындағы бос қалдық 4 миллион 600 мың теңге қайта бағыттауға ауылдағы округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 1 миллион 600 мың теңге, еңбекақы ауданына 1 миллион теңге және 600 мың теңге ел ішіндегі қызмет сапарларға шығындарына, елді мекендерді көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 3 миллион теңге, көше жарығының төлем ақысы 2 миллион теңге, 1 миллион теңге Алмалы елді мекеніндегі көше жарығын ағымдау жөндеу жұмыстарына, сонымен қатар елді мекенінде санитариясын қамтамасыз ету бағдарламасы 1 миллион теңгені шегеріп, қайта бағыттауға келісім беруіңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Иә. Аяқ суға байланысты өткен жол бір әңгіме болды. Аяқ суға да қоямыз деп, нәрсе бар ма, жоқ па? Şu аяқ су былайша былайша отырдық оны ол орда. Қалай былайша? Қалай түсінуге болады былайша? Елмен елдердің арасында жылда отырып жүрген сияқты. Онда ақша аяқ суға ондай бөлінген жоқ. Демеушімен. Демеушілікпен ба? Құрметті депутаттар, сұрақ бар ма? Жоқ болса, шешім жоба сіздерге таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша Бәйгеғым ауылдық округының нөмірі 39-да 6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша сөз Бәйгеғым ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Мөлдір Омарханқызына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 4 миллион 380 мың теңгені құрайды. Атап айтқанда аппарат шығындарына 2 миллион 180 мың теңге, көше жарығын төлем ақысына 2 миллион теңге, күрделі жол жөндеуге 200 мың теңге. Яғни осы аталған қаржыны қайта бағыттауға келісім берулеріңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Қойыңыз. Байғұлы, жағажай дегенде біз бір балалар ойын алаған деп бір жазамыз жоқ қой. Жағажай деген қалай өзі? Әкімшілік жағажай істей ала ма? Коммуналдық жағажай бар ғой бізде. 2024 жылға қолданысқа берілген коммуналдық жағажай. Жоқ, ол кезде біз жағажай емес, абаттандыру деп бөлінді ғой. Ойын алған деп бөлінді ғой. Жағажайды баланс істей ала ма әкімшілік? Сондай мына шамалы. Жаңа Ағмайда да көшет алуға дейді. Шілде болған, нені көшет алайын деп жүр қазір. 60 мың теңге. Онда өз соны жазбай қойсаңдар соны көшет алуға деп. Июльде нені көшет алайын дейсіздер? Мартта алатын көшетті. Алынған көшеттің қарызын төлейді. Жазбай қойса болды, абаттандыру деп қойса болды ғой. Ертең адам сұрақ қоя бергенде екен. Осы жағажайды Маратжан Асқарбекұлы бір өзгертіп еді ғой. Абаттандыру деп бір өзгертесіңдер соны. Жағажайды қолданбаңдар үшін. Басқа сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, отырыңыз. Күн тәртібіндегі 6-шы мәселе Бәйтерек ауылдық округының нөмірі 39-да 7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Бәйтерек ауылдық округының әкімі Серік Рәшұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басында бос қалдық 48 миллион 695 мың теңгені құрады. Атап айтатын болса, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 1 миллион 600 мың
теңгені елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 7 миллион 95 мың теңгені, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 45 миллион теңгені қайта бағыттауға келісім берулеріңізді сұраймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Так. Мәке, не айтып отырсыз, бірдеңе деп отырсыз? Сұрақ бар ма? Құрметті, сәкен, сіз былтыр 60 миллион ақшам бар деп едіңіз, 65 миллион, мына жерде 48 болып қалған? Сол енді бар. Ай, бермейсіңдер ау сендер. Өзіне бермейсіңдер ау сендер. Қанат Тасболатұлы, қосымша беріледі. Так, құрметті депутаттар, шешім жоба сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Так, құрметті Ғалымжан Болатұлы, біз сессияны сағат 3-те бастап жатырмыз. Ауыл әкімдері енді кіріп жатыр. Неге? Неге кіреді ол рұқсатсыз? Жоқ, әлде кім жаңадан келді ғой бір соңғы? Азаннан бері шиелде жүрсіз ғой. Және де айтылды жиналыстың үстінде. Алды да, арты да осы болсын. Үнемі сессияда сөз естейсіз. Кемей жатып. Так, күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша Бестам ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджетін не өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Бестам ауылдық округ әкімінің міндетін атқарушы Әбуов Әділет Әбіләшұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 5 миллион теңгені қайта бағыттауға ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 1,5 миллион теңге, елді мекендерде көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 2 миллион теңге, абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 1,5 миллион теңгені аталған қаржыларды қайтадан бекітіп берулеріңізді сұраймыз. Рахмет. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? 12.6 өткен бетондалатын канал ма? Иә. Бұны демеу үшін несімен жасаймыз деп. Жасауға жоқ, тек паспортын қайтадан сәйкестен. Кім балансында ол? Инвестициялық канал алған қабыл. Так, басқа сұрақ бар ма? Так, жоқ болса, құрметті депутаттар, шешім жоба сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе бойынша Еңбекші ауылдық округының аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмір 39-да 9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Еңбекші ауылдық округ әкімінің міндетін атқарушы Мейірбек ұлы Ернарға беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық көлемі 6 миллион 500 мың теңгені құрайды. Аталған қаржы қаражатын төмендегі бағыттар бойынша жұмсау жоспарлануда. Аппарат шығындарына 3 миллион 900 мың теңге, елді мекендерде көшелер жарықтандыру бағдарламасына 2 миллион 600 мың теңге. Жоғарыда аталған қаржыларды бекітіп берулерін сұраймын. Так, хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Так, құрметті депутаттар. Қойыңыз. Мемлекеттік ақы алуға 1 миллион 600 көп емес пе? Қанша километр ұзындығы? 3-6, 3-8. Сонда да көп қой жүзді. Ол қалай? Бұның ішіне не кіреді? Госакты кіреді? Госакты. Сосын техпаспорт. Техпаспорт, госакты. Госактың өзі 934 мың болып тұр қазір. Так, сұрақ бар ма? Так, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Так, 9-шы мәселе бойынша жаңа тұрмыс ауылдық округының 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмір 39-да 10 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз жаңа тұрмыс ауылдық округының әкімі Еркін Айтөреұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар,
2026 жылға бос қалдық 1 миллион 80 мың теңгені елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына қайта бағыттауға қарағанда көше жарғын төлем ақысы жоғарыда аталған қаржыны бекітіп берулеріңізді сұраймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 10-шы мәселе бойынша Жиделарық ауылдық округінің 39-да 11 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жиделарық ауылдық округінің әкімі Ерлан Шазатұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар және әріптестер, жыл басындағы бос қалдық 2 миллион 30 мың теңгені ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 430 мың теңгені, елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 600 мың теңгені, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 1 миллион теңгені осы жоғарыда аталған қаржыларды бекітіп берулеріңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Мына жерде абаттандыру көгалдандыру 1 миллион теңге дейді. Елді мекен ойын алаңы, спорт алаңы, жай жөндеу, аяқ су жолдарды тазалау жұмыстары. Кім балансы каналдар ол? Бұл өзіміздің? Сіз балансыз канал бар ма, арық бар ма? Ішіндегі, ауылдың ішіндегі ішкі жолдар. Тек паспорт алдыңыздар ғой? Бұрыннан бар ғой. Алған ба? Өтіп па? Жүргенді аламай жүр? Біразында бар ғой, кейбіреулерінде жоқ, кейбіреулерінде жаңағы рәсім деп жатқанда сол қалып қойғандар. Өзіңіз балансызда болса бізде өзі 3,5 шақырымы арнада қазіргі бұрынғы табиғатта. Жоқ, дұрыс. 1 метр балансыңызда болса мына жазға болады. Балансызда болмаса бұндай нәрсені қосымша жақшанша жазбаңыз. Түсіндім. Заңдылығын айтып отыр ғой. Дұрыс, қабылданды. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Отырыңыз. Күн тәртібіндегі 11-ші мәселе бойынша Жөлек ауылдық округының нөмірі 39-да 2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жөлек ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Қанағат Бурашұлына беріледі. Саламатсыздар ма? Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, құрметті Алмат Әбдуазизұлы. Жыл басындағы бос қалдық 2 миллион 180 мың теңгені қайта бағыттауға, елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 2 миллион теңгені, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 180 теңгені бағыттап келісім берулеріңізді сұраймын. Сұрақ бар ма? Жоқ, осы берешек қарыз өтеуге деп жатса болды ғой. Көшетегі десе қазір кез келген адам қарайды ма? Июнь айының аяғында енді көшетегі. Берешек қарыз өтеу деп жазды. Қарсы емес пе? Қайшы емес пе? Оны жақшан шек жазбай-ақ қойшы. Жақшан шек қосымша деген нәрсе ғой. Көрсетпей-ақ, ашпай-ақ қойды. Сұрақ бар ма? Басқа сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Жақсы, рахмет. Күн тәртібіндегі 12-ші мәселе бойынша Жуантөбе ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-да 13 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Жуантөбе ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Мейіржан Алмасұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басында бос қалдық 8 миллион 400 мың теңге қайта бағыттауға, елді мекендердегі көше жарықтандыру бағдарламасында 6 миллион теңге, мемлекеттік мекеменің аппараттық шығындарына 2 миллион 400 мың теңге жоғарыда аталған қаржыларды бағыттауға келісім берулеріңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет.
Күн тәртібіндегі 13-ші мәселе бойынша Еркөлі ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмір 39-да 14 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Еркөлі ауылдық округінің әкімі Қанағат Ербайұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, ауылдық округтың жыл басында бос қалдығы 11 миллион 170 мың теңгені құрап отыр. Ауылдық округ әкімінің қызметі қамтамасыз ету бағдарламасына 750 мың теңге, елді мекенде көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 7 миллион 20 мың теңге, елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасына 3 миллион 400 мың теңгені қайта бағыттауға келісім беруіңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Трибунада тұрған Ниязов Қанағат өткендегі Еркөл ауылдық округінде сайлау өткен, сол сайлаудың жеңімпазымен сол ауылдың әкімі қызметіне тағайындалды. Абыройлы болыңыз. Күн тәртібіндегі 14-ші мәселе Кертел ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 39-да 15 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Кердел ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Әсел Жақсыбайқызына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар. Жыл басынан бос қалдық, бізде 13 миллион 572 мың теңге қайта бағыттауға, елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 4 миллион 581 мың теңге, сонымен қатар елді мекендерде санитариясыны қамтамасыз ету бағдарламасынан үнемделген 200 мың теңгені шегеріп, ауылдық округ әкімінің қызметтік қамтамасыз ету бағдарламасына қайта бағыттап берулеріңізді сұраймыз. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Жоқ болса, құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Кім, Әсел? Сіз тұрмайсыз ба мына жақта? Сен келген міндет болып тұр ғой бұяққа? Мәдениет керек. Оқыған, тоқыған бір ауылдың үлгі тұтатын адамысыңдар. Ауылдың ақ үйінде отырасыңдар. Қаншама адамға анықтама беріп, ақыл айтып. Мына жерге келіп, мәдениетсіздік танытасыңдар. Шешім қабылданбады, не болады? Кешірім сұраймын. Алдарты осы болсын, қыз баласыз ғой. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі 15-ші мәселе Қарғалы ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 39-да 16 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қарғалы ауылдық округінің әкімі Дәулетияр Үмбетиярұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 3 миллион 700 мың теңгені аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бағдарламасына 1 миллион 280 мың теңге, елді мекендердегі көшелер жарықтандыру қызметі бағдарламасына 1 миллион 300 мың теңге, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру қызметі бағдарламасына 1 миллион 120 мың теңге. Жоғарыда аталған қаржыларды қайта бағыттауға келісім беруіңізді сұраймын. Деген қойып тыңдағаныңызға рахмет. Бұл жерде көшет отырғызуға деп алып тастады. Барлығы бір типпен кетіп қалған ғой. Өзіне-өзі приговор ұстап отыр ғой бәрі. Мәке, қойыңыз. Тұрғын үй бізде ауылда мемлекеттік қызметтік үй ғой. Соны жекешелендіруге құжатын дайындауға. Ауылда тұрғын үй бар, сол қазіргі таңда құжаттары жоқ. Соны құжаттандыруға қаржы бөліп жатыр. Бұны құжаттанбады ма үйі? Бұдан бері бұны құжаттанбаған еді. Сол құжаттан ауылда бар ғой, екі үйден, бір үйден, баяғы мың үйдің ішінде документ жасалмамыш, иә? құжаттары жоқ. Мың үйдің ішінде Ол үйде қызметкер тұрып жатыр мекеме. Ақшасы жоқ та шығар шырам. Мәге. Мәге қойсаңыз. Құдай жоқ. Елге барғанда ағайындардан бір ұсыныс еді, балалар ойын алаң жүріп
иә. Так, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Отырыңыз. Күн тәртібіндегі 16-шы мәселе бойынша Қоғалы ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-17 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қоғалы ауылдық округінің әкімі Рамазан Ерімұлына беріледі. Саламатсыздар ма? Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Жыл басындағы бос қалдық 1 миллион 18 мың теңгені қайта бағыттауға елді мекендерде көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 850 мың теңге, аппарат шығынына 168 мың теңге. Жоғарыда аталған қаржыларды бекітіп берулеріңізді сұраймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 17-ші мәселе бойынша Майлтоғай ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 2025 жылға нөмірі 39-18 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Майлтоғай ауылдық округінің әкімі Әбілқасым Әбілдәұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, ауылдық округ бюджетінің жыл басындағы бос қалдығы 1 миллион 757 мың теңге келесі бюджеттік бағдарламаларға қайта бағытталды. Атап айтқанда, ауыл әкімі аппарат шығындарына 1 миллион 300 мың теңге, елді мекендегі көшелерді жарықтандыруға, көше ақысын төлеуге 457 мың теңге. Осы аталған қаржыларды нақтылап бекітіп берулеріңізді сұраймын. Тыңдарыңыздар, рахмет. Құрметті депутаттар, хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 18-ші мәселе Ортақшыл ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-19 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ортақшыл ауылдық округінің әкімі Талғат Ергешбайұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, Алмат Әбдуазизұлы, құрметті әріптестер. Жыл басынан бос қалдық 1 миллион 900 мың теңге қайта бағыттауға ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 650 мың теңге, елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 1 миллион 250 мың теңгеге келісім беруіңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ бар. Қоя ғой. Осы менің сұрағым негізі экономатияға қойдым. Осы қойылып жатқан суммалардың барлығы көше жарықтары, одан кейін машина жөндеуге, служебный транспорт жөндеуге бағытталған ақшалардың барлығы жасалынып кеткен ба? Тек көшеттер ғана жасалынып кеткен ба? Ен жөндейді. Ал ана көше жарығы қарыз ба? Тағы сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 19-шы мәселе Сұлутөбе ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-20 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Сұлутөбе ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Жасұлан Сұлтан Махмұтұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар. Салықтық түсімді 62 миллион теңге ұлғайтып, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 56 миллион теңге
елді мекендерде көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 6 миллион теңге, сонымен қатар елді мекендерде санитария қамтамасыз ету бағдарламасына 200 мың теңге шегеріліп, аудандық маңызы бар қала ауылдық округтердің қызметтеріне қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бағдарламасына қайта бағытталуда. Жыл басындағы бос қалдық 2 миллион 400 теңге ауылдық округтер әкім қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер бағдарламасына қайта бағыттауға жоғарыда аталған қаржыны бекітіп беруіңізді сұраймыз. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Сұрақ бар. Иә, қойыңыз. Жалпы 62 миллион теңге жоғары доходын көтеріп отыр. Бұл жөнінде облыс әкімге орынбасарына да хат берілгендігін тек Сұлтөбені ғана көтеруге, себебі қазір ода 82 миллион теңгеге ақылы орындалып тұр. Сол себептен 62 миллион теңгесін қолға айтып отыр. 39 миллионына шағын футбол алаңын орнатуға, себебі ол ауылдың ондай не жоқ. Ауылдардың жаңағы жеке тұрғындардың несі бойынша сұранысына байланысты 17 миллион теңгесі пожарный пункт соғылып жатыр. Себебі Шиелі ауданы пожарный пункт алыс жерде болғаннан кейін облыс әкімінің хаттамалық тапсырмасына сәйкес сол жаққа 17 миллионды жағын абаттандыру бойынша жұмыстарға соған өз қаржысын өзіне көтеріп беріп жатыр. 6 миллион теңгесі қазір 3,5 миллион, 3 миллион 800 мың теңге көше жарығының төлем ақысына қарыз. Жылдың аяғына 6 миллион теңгесін қойып отыр. Қалған ақшасы бар ма? 82 миллион. Қалған ақшасын береміз, жаймен. Мына жерде әкімгершілік ғимараттың өрт қауіпсіздік күтіп ұстауына 1 миллион 600 мың теңге дейді. Басқа ауылда округтері жоқ, не сома? Әкімгершілік ғимараттың өрт қауіпсіздік күтіп ұстауына 1 миллион 600 мың теңге дейді. Ешқандай мына кент әкімінің ғимаратында жоқ, басқа әкімгершілік ғимараты жоқ. Қандай ғимарат ол? Тексеру комиссияға жаңа неге байланысты, өрт қауіпсіздігінің несіне байланысты алдын ала қамтамасыз етіп жатыр. Жоқ, басқа жердің бәрі дұрыс па сонда? Бұл әркен дұрыс емес па сонда? Қалай? Жоқ, ана пожар сигнализация. Жоқ, басқа жақта бәрі жақсы ма, дұрыс па, заңға сәйкес па? Ең мен айтып отқан жалғыз Сұлтөбеде ғана бар. Басқа 21 ауылдық округте жоқ деймін да. Вот олар бір өрт сөндіру туралы жоқ қой, мынада қалай мына ақшаны бір жаққа списать етудің жолы ма бұл? Жоқ, енді мен түсінбедім. Мен сізге айтып отырмын, сұрақ қойып отырмын сізге. Ауылдың иесі жауап беру. Неге 1 миллион 600 мың теңге басқа ауылдық округтері жоқ? Сіздерде ғимарат үлкен ба сондай? Болмаса бұрын осы пожар сигнализация, пропитка еш нәрсе болмаған ба? Бұл пожарный пропитка деген ең бірінші объект қабылданған кезде жасалатын нәрсе болды. Пожарный тексеріп келеді ғой жылда. Пожарный келіп, штраф салып, сондай нұсқама берді ма? Берген ғой, сондай бізде ғимарат үлкен 2 этажды ғой. Не істейсіздер? Бұл өзі түсінбей тұр ғой. Дұрыс қой, ауыл әкім орынбасары. Не дейсіз, ол әкеп берген, ауыл әкім әкеп беріп отыр ғой? Құрметті депутаттар, негізінде бұл қаржы Маратжановтікі емес, бұл қаржы өзінікі. Ауыл әкім әкеп берген ғой? Әр нәрсені жазып бермеу үшін мен осыларды дұрыстап қараймын. Бағдарламасын өзгеріп кетпеу үшін әр нәрсесіне олар маған бермейді. Өйткені себебі өзінің ақшасы. Мен олардан кредит етпеймін. Бюджеттен заявка сұрамаймын, ештеңе істемеймін. Олар өздерінің ақшаларын өздеріне бағыттайды. Маратжановтікі сонда бар, 1 миллион 600 сіздерге сұрағыңыз бағыттап бердіңіз, сіз астында сонасы коммерческое предложение, мынандай затты, или жаңағы пожарниктің актісі, ештеңе берген жоқ па? Ескертті маған айтшы. Мен алмаймын. Себебі олар өйткені өзінің бюджеті. Олардың өзінің бюджетінен өздері распределение жасайды. Өздерінің жаңағы қоғамдық кеңестің өте өздері. Жоқ, мейлі ғой, маған сол расчет жасап беріңіз, 1 миллион 600 не істейсіздер? Береді қазір. Қосымша жауап берейін десе, қосымша бұған жауап берейін. Жоқ, дұрыс қой, мен басқа 21 ауылдық округте жоқ. Тек қана Сұлтөбеде бар ма? Пожарникке барса, қазір ана жерге бар, оқы, мына жерге бар, тест тапсыр, мына жерге бар, бір нәрсе алып, вышка ал деп жазады ғой, жаза береді ол. Сонда қалған кент әкімінде жоқ қой, біздің аудан әкімінде жоқ қондай, районда жоқ қондай. Еш жерде жоқ, сендерде бар. Өрт қауіпсіздігі келіп, штраф нәрсе салғанға или сонда
несі барша актісі барша соны көрсетіп көрейік. Кім Жасұлан, енді сен міндетін атқарушы болғаннан кейін сен бәріне жауап беруің керек қой. Сен кішкентай бір пожарныйге жауап бере алмай тұрсың. Қалай ауыл халқына жауап беріп жүрсің? Бұны енді оны алдындағы Маматов Кажимбек не қылған? Так, құрметті депутаттар, енді алдағы уақытта бұның Жалпы болмаса қалдырайық, дауыс қоймаймын. Соңынан қосымша тағы жасап жіберсін ба қазір шамалы. Кім? Маратжан Асқарбекұлы, сіз білесіз ба? Білсеңіз айтып жіберсеңізші, а? Жоқ, бекіткеннен не керек бар сессиядан кейін? Соңғы жағынан қазір былай қойшы. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша қазір ауыл әкімінің міндетін атқарушы ғой, сосын шамалы мына жерде сасқалақтап тұрған шығар. Қазір соңғы хабарламашыдан кейін қайттан тыңдап жіберейік. Оған шейін кішкене нақтылап алсын. Енді оны подтверждающий құжаттары болады ғой міндетті. Так, онда осы мәселені соңына қалдырайық, а? Құрметті әріптестер. Дұрыс па? Сосын бекітеріміз. Қазір бекітілгеннен кетеді ғой барлығы. Так, отырыңыз, дайындалыңыз. Күн тәртібіндегі 20-шы мәселе Талаптан ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-21 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Талаптан ауылдық округі әкімі Хайдар Абдуллаханұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 7.440.000 теңгені қайта бағыттауға, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 640.000 теңге, елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 4.300.000 теңге, елді мекендерді абаттандыру бағдарламасына 3 миллион теңге, сонымен қатар елді мекен санитариясынан қамтамасыз ету бағдарламасынан үнемделген 150.000 теңгені шегеріп, елді мекендегі абаттандыру бағдарламасына қайта бағыттауға келісім берулеріңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Менде бар еді сұрақ. Осы Балаби Талаптан ауылына жиналысқа барған сайын ауылдық әкімнің есебі, аудандық ауылдық әкімнің есебінде барлығында халықпен бірге, халықтың жанашырларымен халықпен бірге қанша рет айқай болды, қанша көшеміз бар дейді, топырағы шығып жатқан. Соған хотя бы ГПС төсеп бергіздерші деп, тас қиыршықтарын төсеп бер деген өтініш ауыл ақсақалдарынан түсіп еді. Сол тағы осы жерде жоқ су ма? Ертең тағы халыққа не айтамыз? Енді біздің бос қалдығымыз ол бір көшеге жетпейді. 20 миллион болып тұр енді ГПС-ның өзі ше. Иә. Километрі 1.8 шақырым. Иә. Оның астындағы жарықтандыру не керек бар онда? Жол жоқ па соны? Несі жарықтандырасыңдар? Сол жарықтандыру болғанда бұл көше жарығының төлеміне ғой. Көшенің алдында көшені дұрыстап алу керек, хотя ГПС істеп алу керек, ондай көше жоқ шығар деді. Кәдімгі топырақ жоқ, ГПС төселмеген көшелер бар. Мен сметаларын бәрін неғып отыр, аудандық бюджетте қаржы қаралмай отыр ғой. Пожарныйға беріп отырмыз ақшаны. Маратжан Асқарбекұлы, осыған бір сіз жобасы дайын тұр, реконструкция бойынша бюджеттік заявкелері облыстық басқарма автокөлік басқармасына ұсынылды. Қазір қаржының жоқтығына байланысты тоқталды. Екінші мәселе жаңағы көшеге неғып қоймай жатсыз дейсіздер. Өйткені ол көшенің әлі сараптамасының уақыты біткен жоқ. Мезгілі болғаннан кейін оған біз уақыт аямай отырмыз. Қалай сараптамасы бітсе түсінбедім. Не? Асфальтқа проект жасалғанбыз. Жасаған соған уақыты бітпей тұрған. Сондай болып тұр. Так, тағы сұрақ бар ма? Құрметті депутаттар, сұрақ жоқ болса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 21-ші мәселе. Тартоғай ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-22 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Тартоғай ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Бейбіт Ғабиденұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 3.950.000 теңгені қайта бағыттауға, атап айтқанда ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 1.150.000 теңге, елді мекенде көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 2.700.000 теңге, елді мекендегі абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасына 100.000 теңгені қайта бағыттап
берулеріңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Отырыңыз. Күн тәртібіндегі 22-ші мәселе Телкөл ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-23 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Телкөл ауылдық округінің әкімі Әлібек Айдарбекұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 1.360.000 теңгені қайта бағыттауға, ауылдық округ әкімін қамтамасыз ету бағдарламасына 540.000 теңгені, елді мекендердің көшелерін жарықтандыру бағдарламасына 700.000 теңге, елді мекендердің абаттандыру мен көгалдандыруға 120.000 теңге. Сонымен қатар елді мекенде санитарлық қамтамасыз ету бағдарламасынан үнемделген 355.500 теңгені шегеріп, елді мекендердің абаттандыру мен көгалдандыруға қайта бағыттап келісім беруіңізді сұраймыз. Құрметті депутаттар, сұрақ бар ма? Қой жіберіңіз. Сіздікі ең бюджеті аз екен, 1.360.000 неге? Енді менде бәрі түскен бос қалдығым ғой. Салықтан бәрі түскен бос қалдығым, менде ондай үлкен екі түсетін нелер шаруашылықтар жоқ, менде шаруашылықтың бәрі шағын, кішкентай. Жаңа Майыл Тоқайдың өзі қазір мысалы, олды қанша көтеріп тастады ғой? Ортада ештеңе жоқ. Келесі жұмыс істейміз, көтеріп жаңа жұмыстың өзі мысалы 90 ақ үй бар, ол да көтеріп тастады біраз. Сіздікі ең аз ғой. Сіз басқа бір нелерге ойымыз кетіп жатыр да уже. Неге көтермей? Жұмысты жандандыру керек. Көтереміз. Салықты көбейтсе өзіне пайдалы. Өзіңіздің кіші ауылда салық түсімдері жоғары деп отырсыз. Алдағы уақытта көтереміз. Құрметті депутаттар, басқа сұрақ бар ма? Қанат Тасболатұлы өте жақсы айтып жатыр. Түсінікті. Өзіңіздің пайдаңызға ғой, соны көтерсеңіз. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 23-ші мәселе Тұран ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың нөмірі 39-24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Тұран ауылдық округ әкімінің міндетін атқарушы Қазыбек қызы Лаураға беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, жыл басындағы бос қалдық 4.300.000 теңге қайта бағыттауға, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына 612.000 теңге, елді мекендегі көшелердің жарықтандыру бағдарламасына 2.435.000 теңге, жергілікті деңгейде мәдени демалыс жұмысын қолдау бағдарламасына 553.000 теңге, мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстарына 700.000 теңге. Сонымен қатар елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бағдарламасынан үнемделген 140.000 теңгені шегеріп, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бағдарламасына қайта бағыттауға келісім беруіңізді сұраймын. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Мәдени демалыс жұмысын қолдау бағдарламасына 553.000 теңге дейсіз, трансформатор қондырғысын қайта қалпына келтіру сіздің Шоқодамат мәдениет үйінің трансформаторы бар. Өз алдына трансформатор бар. Күйіп кетіп жатыр ғой. Менде сұрақ бар. Менің жалпылама сұрақ. Осы 2 жылдықтың 3 жылдықтың көлемінде 6-7 ауылға газ келді. Сол мәдени ошақтар бар, білім ордалары бар, осы әкімдіктің ғимараттары бар, соған газ кіргеннен кейін пештері ауысты ма дизельден газға, немесе қатты отыннан газға? Біздің ауылдағы мектепке де, мәдениет үйіне де, акиматқа да кірген жоқ газ. Жоқ, мына жақ. Кейбір ауылдарда газ жоқ еді, дұрыс айтып отырсыздар. Кеше осыған байланысты бізде оның бәрін кіргізу үшін сараптама қорытындысы керек та газға. Сол сараптаманың қорытындысын алуға қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірінші шілдеге дейін. Енді оны біз 1 жыл бұрын ба қозғағанда осы тема түгін дәл сол күйінше осы жауапты алып тұрық. Бір жауапты адамды қолдап, жауапты адамды белгілеп осы жерде соған бір
графикпен қойсақ жылдың аяғына дейін сезонға дейін газға ауысатын қылып қалай қарайсыздар? Бұл жерде дұрыс енді бұл айтылып жатқан нәрсе. Ауыл әкімдерінде одан кейін газ кірген ауылдар бар, проект жасаған ауылдар бар, қазір қаржысын сұрап отқандар бар. Оларға байланысты демеушілермен жоба жасалынды. Одан бөлек ЖКХ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі тарапынан қазір 2 ауылдың балабақшасына 3 ауылдың мектебіне проект жасалып ұсынылып отыр. Енді білім нысандары облысқа қарайды, сондықтан оған қарамастан бірақ біз жоба сметалық құжаттарын жасап бердік. Енді қаржыландыру күтілуде жаңағы мектеп балабақшаға байланысты. Ал жаңағы ауыл акиматтарына оларға да жоба дайындалды демеушілер тарапынан. Бір ауылда бізде Ағмаядан бөлек қай ауылда кірді? Бір ауылда кірді газ, табиғи газға. Одан бөлек қазір 2-3 ауылға біз демеушілермен кіргізу жағында ойластырып отырмыз. Осы жерде құрылыс білім бөліміне, облыстық білім бөліміне депутаттардың атынан хат жазса қалай болады? Биылғы сезонға үлгерейік деп. Болады, бұл құба-құп қой әрине. Сонда ауыл әкімшілігіне жергілікті Батыржан осы хатты дайындап бүкіл депутаттарға. Қаржы бөле алмаймыз ба не? Енді бұл жерде жоба сметалық құжаттар барларға бюджеттен жасаймыз да, жасалмаған кеше кірген ауылдарға жасалмағандар бар. Жоба құжаттар дайындауға да бюджеттен ақша беруге болмай ма, қаржы беруге болмай ма? Енді біз енді тезірек болу жағын ертең жаңа отопительный сезонға дейін кіру жағын ойластырып жатырмыз. Сол үшін ол былтыр алдыңғы жылы кірген нәрсе әлі біткен жоқ, 3 жыл болды. Әлі демеуші келатырмыз. Ол демеуші бар ма, жоқ па? Соны бюджеттен бөліп, оны 2 ай созылар, 3 ай созылар. Бұл айналдырған бір 20-да 15 здание бұл. Жоба сметалық құжаттарына мен айтып отқаным. Дұрыс, жоған ақша бөлейік, көміз 2 миллион шығар, 1 миллион шығар, не қиындық бар. Оған демеуші деп оны жағалағаннан. Одан біз 3 айда құнын шығарып береді ол, экономияны ше. Бірақ сезонда пайдасы шығарып береді қайттан. Сол дизельдің қаржысын үнемдейік та, сол жетеді өзіне. Бірақ жылда саған пайдасы шығарып береді. Сол айтам, бір жылдығын дизельді қырқайық та, соның ақшасын ала салайықшы. Ол дизельдердің бақылашымен тасып кетер біреу. Сіздерде жеделде жасағансыз ба? Айына 20 мың кетеді газбен. ЖСқ бар ма сізде? Жасалып жатыр ма сізде? Жасалып жатыр ма? Демеушілікпен деп отыр ғой. Айтып отыр ғой, демеушілікпен шығарып жасаймыз деп. Демеушілікпен сосын. Бұл мен бұл клуб емес, мен ауыл акиматтарын айтып жатырмын. Сол жиналыс сайын бір жауап алып келе жатыр ғой. Мен жергілікті бюджет қарамай ма? Қарайды ғой. Сол бюджеттен ақша қаржы бөлуге ме? Демеушілік қажет. Қазір бізде мысалға 2 ауылда ЖСқ бар. Осы жағы гигантпенен жаңа тұрмыста 2 ауылдың жағы клубына. Енді ол жерде де қаражат енді бір клубтың өзіне мысалға 58 миллион жаңа тұрмыстың әкімі бар болса осы жерде білетін шығар. Сол сияқты гигантқа да сондай. СМР-не ма? СМР-не, иә. Соны жергілікті бюджеттен бөлмейміз соны. Сада сен сол жыл біз солярка жергілікті бюджеттен алып отырмыз ғой. Сол соляркамен жабылады ғой сол жылға. Бір жылға экономия жабылады болды ғой. Оны кеп 3 жыл оны облыс бюджетіне ақша береді деп қаражат бөліп қарап отырамыз оны. Ол жергілікті бюджеттен оны жоғарыдан саған сен мәдениет не қылсын облыстан? Болмаса республикадан не қылсын мәдениет? Өзіміз қаржы бөліп сатып бір жылда құнын шығарады, пайдаға шығасың ғой. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазір мысалға оның бәрін есептеп отырмыз. Мысалға жаңағы 5 мектептен мен ұсыныс жазған кезде облысқа қанша үнемделетін, әр мектептен соляркасынан қанша газға ауысқанда қанша, оның бәрін көрсетіп облыс депутаттары. Жақсы. Ол мектептер облысқа қарайды. Бізге енді мәдениет үйлері, ауыл акимат ғимараттары, жергілікті бюджет қарайды ғой. Соны өзіміз жергілікті бюджеттен СМР-ден ақша бөлейік та, бір жылда ұтамыз, ақыры біз көмірге, солярка қаншама қаражат кетіп жатыр ғой осыға. Сіздер енді жылдың басынан бергі қазір осы уточнение бір рет болды ғой білесіздер, онда да қаражатымыз жағы. Әрде тартыңқырап, көше жағын тартыңқылай шамалы, көше жағын істемей тұрайық бір-екі көшеге. Онан бір Омазандай жылтырақтар қоймай тұрайық онда. Бұл жылтырақса өмір сүріп келдік қой, бір жылдан кейін қоярмыз оны, жан түсінетіндерді. Соның есебінен тарта жүрсе тайғылады дегендей. Алмат Абдуазизұлы, шамалы былай неге реально неге жақындасақ, мысалы 15 қазан жылы маусымына дейін неше объекті өткізе аламыз, қанша ауылдың? Жоқ, ол ауыл әкімдеріне байланысты ма? Жергілікті бюджеттің ғимараттарын. Ауыл әкімдерін Нұршат біз нешеуіне қазір демеушілікпен жасаймыз деп отырғанбыз? Үшеуі ма? Жасаймыз деп
СМР-ны айтып жатырмын мен. СМР жұмысы. Болмаса демеуші деп берсе, ақшасы демеушілік жоқ деп тұр. 1 июльден кейін ол частный экспертиза өте алмай уже госэкспертизаға кетіп қалады ғой, иә? Сол уже жасап жатқан ауылдар. Госэкспертизаға кірмейді ғой 1 шілдеге дейін. Частныймен шығар, тез шығар. 3 объекті ма? Бізде бір 10 шақты объекті бар шығар минимум. Қалған 7-еуінің жағдайы не болады дегенім ғой. 3-еуі демеушіліктен болса. Биыл тағы қалайын деп тұр ғой. Так, құрметті депутаттар, шәмәл жинақтайға ойымызды. Енді дизельдің ақшасын алсақ ше болмайды. Айтып атқан әйтеуір биыл істесек келесі жылы соның пайдасын көреміз ғой деп жатыр ғой. Жоқ, кім жауапты негізі қай отдел дегенім ғой? ЖКХ ма? Отыр ғой. ЖКХ не дейді ол? ЖКХ бар ма? Бар ғой. Не дейді ол? Бәрі бір жауап қой. Былай енді оны. Қазір бұл жерде енді нақты цифрмен айтып тұрған жоқпыз ғой. Біз нақты қай ауылдарға газ кірді, мысалға барлық ауылда бірдей газ жоқ емес қой. Газ бар ауылдар бар, бұрыннан кіргендер бар. Кейіннен осы соңғы 1-2 жылдың көлемінде кіргені бар. Мен қазір нақты цифрын айта алмағасын, сіздерге статистикасын келтіре алмай отырмын да. Ал бірақ соңғы кірген ауылдарға жоба сметалық құжаттарына демеушілікпен жасап жатқанымызды айтып жатырмын жаңа. Мысалға Ортақшыл ауылы. Сол ауылға біз 1 шілдеге шейін жаңа жоба сметалық құжаттарын госэкспертизамыз частныйға кіргізіп біз алып алғымыз келіп отыр. Білесіздер, госэкспертиза календарный күнменен 45 күнге кетеді. Ол оған дейін ол госэкспертиза кішкентай бір қателік болса кері қайтарылады. Енді мен қосымша жауап берейін бұған, бұл жаңа газға байланыстыға. Мәслихат төрағасына сосын сіздерге сол жауапты. Жақсы, хатпен жолдаңыз. Құрметті депутаттар, так, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Тұран ауылдық округі бойынша. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Так, 24-ші мәселе бойынша мен өзім хабарлама жасауым керек. Отырып жасай берейін, құрметті депутаттар. Шиелі аудандық сайлау комиссиясының Шиелі ауданы аумақтық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 8 қарашадағы нөмірі АСК 0147 Шиелі ауданы бойынша учаскелік сайлау комиссияларының таныстыңыздар ма? Қарсы, қалыс жоқ па? Пікір жоқ па? Онса бірден дауысқа салайық. Құрметті депутаттар, осы мәселені дауысқа салайық. Дауыс беріңіз. Асеке. Так, қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Так, 25-ші мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ғалымжан Болатұлына беріледі. Тек нақтысын ғана айтсаңыз болды. Бұл жерде жаңа қызметтік өзгерістерге байланысты ма? Иә. Иә, бұл бізге хат келді да, именно осы кісілерді қосыңдар деген. Таныстыңыздар ма? Так, сұрақ жоқ па? Ғалымжан Болатұлына? Жоқ. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет, отыра қойыңыз. Құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудан... Сөз шешіп айтты. Ойбай. Бір мәселесін айтып жерсін де тезірек. Тезірек жаңағы 1600-ді айтып жер. Жаслан, тездет. Микрофон дұрыс. Бұл енді нелерді мекеменің сигнализациясын ауыстыруға, жұмыстарына дейді шатыр, пожарный нелерді ауыстыруға, шиттерін. Ұсыныс берілген ғой, иә? Иә, берілген. Барлық құжаты бар ма? Бар. Жоқ, сигнализация бар ғой. Неге ауыстырады оны? Ол бар?
Сол жөндеуге шығар, ол құрылмайды ғой, тұр ғой. Жөндеу, сіз ана ауыл әкімі қашан шығады? Сіз соны анықтаңыз. Сіз осы қағаз жүзінде мәслихатқа берсеңіз, біз түсіну үшін да. Так, құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс 47-ші сессиясын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға